Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте ерекше болып шығатын түрікше десерт дайындайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажетті заттар: ұн, қопсытқыш, какао, сүт, жұмыртқа, сұйық май, қант керек болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды қосамыз, үстінен қантымызды қосамыз, жақсылап ағарғанша миксерлейтін боламыз. Сұйық майымызды қосамыз, сүтімізді қосамыз және тағы да миксерлейтін боламыз. Құрғақ заттарымызға ұнға қопсытқышты, какаоны қосып араластырып аламыз. Дайын болған құрғақ заттарымызды сұйық массамызға қосып, бір келкі масса дайын болғанға дейін үздіксіз араластырып отырамыз. Осымен менің тестам дайын. Енді формамызды дайындаймыз. Мен осындай формаға пісіремін. Енді жан жағын майлап, алдын ала қыздырып қойған пешімізде 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай сұйық теста дайын болды. Енді формамызға құйып пісіріп аламыз. Бисквитім дайын, енді суыған күтеміз. Кремін дайындаймыз енді. Отқа қоятын ыдысымызға сүтімізді құйып, үстінен қантымызды қосып, ұнымызды қосып, крахмалымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және баяу отта үздіксіз араластыра отырып қайнататын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай менде қоюланды. Енді бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып, сары май ерігенге дейін үздіксіз араластырып отырамыз. Бұл жерде үздіксіз араластырып отыру өте маңызды, себебі күйіп кетуі мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай майымыз еріп жатыр. Осымен біздің креміміз дайын. Дайын болған кремімізді оттан алып, суытып аламыз. Мен тезірек суы үшін басқа ыдысқа салдым. Енді суып тұрған бисквитімізді шпажканың көмегімен орталарын тесіп шығамыз. Үстінен сүтімізді құйып, влажный бисквит дайындаймыз. Суыған кремімізді үстіне жағып шығамыз, бір тегіс етіп. Көріп тұрғандарыңыздай мен жағып шықтым. Енді холодильникте 3-4 сағатқа қалдырамын. Бізде 3-4 сағат өтті, кремі қатты, енді бетін әсемдейміз. Мен әсемдік үшін бетіне какао шаштым. Бұл менде рахаттың какаосы, өте сапалы. Міне дайын. Енді кесіп көретін боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.